Қазақстанда мүгедектіктің болуы жұмысқа орналасуға кедергі болып табылмайды. Негізгі өлшем шарттар бұл кәсіби дағдылар және денсаулыққа қарсы көрсетілімдердің болуы. Еңбек кодексі мүгедектікке байланысты жұмысқа қабылдаудан бас тартуға немесе жұмыстан босатуға тікелей тыйым салынады. Еңбек жағдайлары белгіленген мүгедектігі тобына байланысты. Осыған орай бірінші және екінші топтағы кепілдік беріледі. Біріншіден, қысқартылған жұмыс аптасы 36 сағаттан аспайды. Екіншіден, қосымша ақылы демалыс кемінде 6 күнтізбелік күн. Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар зиянды және қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстарға, үстеме жұмыстарға, демалыс және мереке күндеріндегі жұмыстарға және вахталық әдіспен жұмысқа жіберілмейді. Түнгі жұмысқа тарту тек жазбаша келісіммен ғана мүмкін болады. Айта кету керек, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар әдетте арнайы құрылғы жағдайлармен жұмыс істей алады. Мысалы, жабдықталған жұмыс орнында. Үшінші топ мүгедектігі бар адамдар орташа айқын бұзушылықтары бар болып табылады. Мұндай адамдар қалыпты жұмыс жағдайында жұмыс істей алады. Олар үшін жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасының 40 сағат қолданылады. Үстеме немесе түнгі жұмыс тарту олардың жазбаша келісімінен ғана мүмкін болады. Және егер бұл олардың денсаулығына қарсы болмаса. Ең бастысы, топқа қарамастан әрбір нақты жағдайларда белгілі бір қызметке медициналық қарсы көрсетілімдердің болуы немесе болмауы туралы қорытындысы дәрігерлік консультативтік комиссия шығарады. Ол сіздің белгілі бір еңбек міндеттерін орындау қабілетіңізді анықтайды.